Алыстама, алыстама. Ал ағайын, екінші бағдарлама, оның аты еңбек деп айтылады. Бұл бағдарлама тек қана барлық өңірлерге, сонымен бірге ауыл жақтағы кәсіпкерлерге де арналған. Сол туралы кішкене айтып өтейін. Еңбек, аты еңбек. Бұл жақта былай жазып қойған, максималдық түрде несие 20, мына Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент қалаларына дейін 27,6 миллион несие алуға болады. Басқа қалаларда 22,4 миллион теңге. Тағы айтып өтейін, Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент қалаларында, ірі қалаларында да, Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент 27,6 миллион теңгеге, басқа қалаларда 22,4, басқа өңірлерде деп айтсақ болады. Енді бұл жақта еңбек деп жазып қойған, қазір шет жағасын ішінде кіріп өтеміз. Соңғы пайызы 6% болып қалады. Біздің кәсіпкерлерге 6%-ға дейін. Соңғы пайызы біздің кәсіпкерлерге, осы еңбек бағдарламаға қатысқысы келетін кәсіпкерлерге 6%-ға дейін. Мерзімі 5 жылға дейін несие беріледі. Енді бағыты, несиенің бағыты бұл покупка основных средств және пополнение оборотных средств деп жазып қойған. Оны әр қарай және қосымша ақпараты бар, соны да көреміз. Енді қараңыздар, бұл жақта қандай банктер және несие мекемелері қатысалады. Бұл да айтып өткен дұрыс, бұл себебі сайтта сөйтіп белгіленген. Бұл Халық банк, қазіргі таңда мына Береке банк, Нұрбанк, Евразиялық банк, Центркредит, мына слайдта көрсеңіздер болады. Сонымен бірге қосымша бұл жақта микроқаржы орталықтары да қатысалады екен, микроқаржы мекемелері. Бұл жақта ырыс, бұл Түркістан облысында, мына жерде Абзал кредит деп жазып қойған. Оңтүстік аймақтың инвестиция орталығы да қатысады. МФО даму деп айтылады, Арнур кредит және Экофинанс. Бұл мен белгілеп қойған, көрсетіп қойған, бұл микроқаржы орталықтарда, мекемелері де қатысалады. Келесі, енді қараңыздар, қандай кәсіпкерлер осы бағдарламаға қатысалады, еңбек деген бағдарламаға. Біріншісі жазып қойған, безработный, бұл жұмыссыз, независимо от регистрации в центрах занятости дейді. Бұл жұмыссыз азаматтар. Самозанятый и непродуктивно занятый деп жазып қойған. Начинающий предприниматель, енді бастап жатқан кәсіпкерлер, істеп жатқан кәсіпкерлер. Ауыл шаруашылық кооперативтері, сонымен бірге ауыл шаруашылық және фермер шаруа қожалықтары, молодежь, кәдімгі жастар деп жазып қойған. Член малообеспеченной или многодетной семьи деп жазып қойған, және трудоспособный инвалид деп жазып қойған. Осы 9 бағытты белгілеп қойған, оны міне слайдта көрсеңіздер болады. Енді мына айтып өткендей, 5 қалаға 27,4 миллион беріледі, 27,6 миллион. Басқа қалаларда, в городах, моногородах деп жазып қойған 22,4 миллион теңге. Соңғы пайызы 6%-ға дейін. Қараңыздар, на инвестирование, на несиенің мерзімі, инвестицияға бағытталған пополнение, покупка основных средств 5 жылға дейін несие алуға болады екен. Ал оборотный средства, айналым қаражатқа қажетті несиені алған кезде, ол 3 жылға дейін беріледі. Мына жақта мен көрсетіп қойғанмын. Сонымен бірге финансирование запрещено айтып өткенім дұрыс. Кәсіпті енді бастап жатқан азаматтарға осы қаржы алуға болмайтын жазып қойған. Онда 7 бағытын белгілеп қойған. Біріншісі, участие в уставном капитале юридических лиц на потребительские цели деп жазып қойған, приобретение недвижимости, производство подакцизной продукции. Бұл ара-шара басқа бизнеске алған несиелер алуға болмайды. Рефинансирование действующих обязательств деп жазып қойған, покрытие убытков хозяйственной деятельности участников программы деп жазып қойған, және оплата услуг поверенным агентам. Сонымен бірге особые условия деп жазып қойған, предприниматель может воспользоваться. Енді бұл бағдарламаға қатысу үшін, еңбек бағдарламаға қатысу үшін біздің кәсіпкер өзінің кепілдігі бар, бірақ кішкене осы несие алуға кепілдігі жетпесе гарантия алу болады. Мен басында сіздерге айтып өттім, гарантия. Міне, енді бастап жатқан кәсіпкер болса 85%-ға дейін гарантия алуға болады. Енді мысал ретінде айтып өтейін, 10 миллион керек. Соның кепілдігі
үйі немесе басқа өзінің кепілдігі 2,5 миллионға есептелсе 3 миллионға деп 85%-ын 8,5 миллионға дейін, егер 10 миллиондық несие болса, соның 2,5, енді мына сөйтіп белгілеп қойған, қағазда сөйтіп жазып қойған, енді әрі қарай оны нақты түрде қалай іске асып жатқанын оны әлі біле жатармыз, оны көптеген сұрақтары да бар, бірақ бұл жақта қағазда сөйтіп жазып қойған. Егер 10 миллион бір кәсіпкер алғысы келсе, 2,5 миллионға кепілдік болса, 8,5 миллион теңге кәдімгі гарантиялы болады. Мына бұл енді бастап жатқан кәсіпкер, действующий предприниматель, мына істеп жатқан кәсіпкер, егер 10 миллион алғысы келсе, оның 5 миллиондық кепілдігі бар, қалған 5 миллионды осы гарантия алуға болады. Сонымен бірге бұл жақта енді қосымша шарттарды мен осы слайдта неге белгілеп көрсетіп қойғанмын, соны көрсеңіздер болады. Онда білген дұрыс, приоритетный отрасль деп жазып қойған. Бұл жақта несі ограничениялары жоқ, бұл жақта ешқандай шектеу жоқ. Сол себептен без отраслевых ограничений. Қайтадан айтып өтейін, бұл 5 қалаға Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент 27-де 6 миллион алуға болады несие, ал басқа қалаларда 22-де 4 миллион теңге несие алуға болады. Соңғы пайызы 6% болып қалу керек. Енді айтып жатырмын, бағдарлама былай қызық, жақсы жазылған, бірақ қаншалықты бюрократиясы бар, қаншалықты проблемалар бар, оны әрі қарай зерттейтін боламыз. Бұл екінші бағдарлама. Алыстама, алыстама менен.